Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы бөлім су тіршілік көзі 104-ші сабақ. Тақырып негізгі және туынды сын есім. Сендер бүгінгі сабақтардан өз бетінше мәтіннің тақырыбын және негізгі ойды анықтайсыңдар. Негізгі және туынды сын есімдерді ажыраттасыңдар. Балалар, ең алдымен сын есім дегеніміз заттың есім білдіреді. Және сын есім қандай сұрақтарға жауап береді. Соны есімізге түсірейік. Жарайсыңдар. Сын есім заттың түрін, көлемін, түсін, сапасын, дәмін, пішінін білдіретін сөз табы. Сын есімнің сұрақтары қандай, қай? Сын есім тұлғасына қарай неше топқа бөлінеді, балалар? Жарайсыңдар. Сын есім тұлғасына қарай негізгі сын есім және туынды сын есім болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім түбір сөзден болған сын есім, ал туынды сын есім түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Сын есімді еске түсірсек, мынандай жұмбақтарды шешіп көрейік. Балалар, мына жұмбақты шешіп көріңдерші. Ол таза, мөлдір, аққыш түсті. Ол не зат? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Бұл су. Келесі жұмбағымыз. Ол қызыл түсті, домалақ және дәмді. Дұрыс айтасыңдар. Бұл алма. Келесі жұмбағымыз үлкен, сары және шуақты. Ойланып көріңдер. Бұл не? Жарайсыңдар. Бұл күн. Балалар, біз бұл жұмбақтарды қалай шештік? Олардың көлемін, түсін және олардың дәмдерін қандай екенін айту арқылы. Жарайсыңдар. Өткенді қайталау мақсатында мына тапсырманы орындап көріңдер. Біздің суретте тау, су және көк суреттері берілген. Осы жұмбақтардың осы жалғауларды жалғау арқылы туынды сын есімге айналдырыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Таулы, көкшіл, сулы. Бәрекелді. Келесі тапсырмамызды орындайық. Балалар, өлеңді суреттердің көмегімен оқиық. Тақырыбы ұшақтан жылдам бұлттар. Бастаймыз. Таңертең күн ашық, тұр еді нұр шашып. Аспанда бұлт жоқ, ендіше күдік жоқ. Ойладым дәл бүгін жаумайды жаңбыр. Шықтым мен үйімнен жейдешең киіммен. Әурелер құр жолда, алғам жоқ қол шатыр. Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Ұшақтан жылдамба шаңдатып көшені, басталды нөсері. Жоқ мотор қанаты, бұл бұлт қалайша тез жете алады. Жарайсыңдар. Келесі тапсырманы орындайық. Балалар, керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап жазайық. Жарайсыңдар. Мұнда күн қандай? Аспан қандай? Аспанды қандай бұлт торлады? Сұрақтары қойылған.
Бұл сұрақтарға жауап берейік. Күн ашық. Аспан қандай? Аспан бұлтты. Аспанды қандай бұлт торлады? Аспанды қалың бұлт торлады. Дұрыс айтасыңдар. Келесі тапсырманы орындаймыз. Берілген сын есімдерді келесі беттегі кестеге орналастырайық. Мұнда бізде берілген сын есімдер: атақты кенші, тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, сүтті сиыр, әдемі қыз, биік тау, шөпті жер, жүйрік ат. Біз бұлардың қайсысы негізгі сын есім және қайсысы туынды сын есім екенін ажыратуымыз керек. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Мұнда негізгі сын есімге тұнық су, жаңа дәптер, әдемі қыз, жүйрік ат, биік тау. Ал туынды сын есімге сүтті сиыр, шөпті жер, ізгі ой, атақты кенші. Дұрыс. Келесі тапсырмамызды орындайық. Балалар, мұнда берілген сөздерді я немесе жоқ сөздер арқылы дұрыс еместігін тексереміз. Білімді. Бұл туынды сын есім бе? Я, білімді деген туынды сын есімге жатады. Таулы. Негізгі сын есім? Жоқ, таулы деген туынды сын есімге жатады. Қышқыл. Негізгі сын есім? Я, қышқыл деген негізгі сын есімге жатады. Домалақ. Туынды сын есім? Жоқ, домалақ дегенде ешқандай жалғау жалғанып тұрған жоқ. Сондықтан ол негізгі сын есім болады. Ақылды. Негізгі сын есім? Жоқ, ақылды деген ақыл және ды жалғау жалғанып тұрғандықтан туынды сын есім болады. Келесі, күлкілі. Туынды сын есім? Я, дұрыс, күлкілі туынды сын есім болады. Жарайсыңдар. Келесі тапсырманы орындайық. Балалар, мұнда сәйкестендіруіміз керек. Ойланайықшы. Бұл, біл, байқа, көрсет, айт деген сөздерге қандай дұрыс жалғауларды жалғаймыз? Білгіш, байқағыш, көрсеткіш, айтқыш. Жарайсыңдар. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Балалар, келесі шығармашылық тапсырмам. Бұл тапсырмада бұл қандай жануар екенін тауып көріңдер. Тауда жүрген тарғылаң, ол қайратты не? Қабылан. Өте дұрыс айтасыңдар. Бұның жауабы қабылан екен. Келесі тапсырмамызды орындаймыз. Балалар, негізгі сын есімдерге дау, деу, лау, леу, тау, теу, шіл, шыл, ғылт, ғыш жұрнақтарын жалғап жазайық. Жарайсыңдар. Ақ, шыл, боз, ғылт, жасыл, дау, сарғыш, үлкен, деу, көк, шіл, ұсақ, тау. Жарайсыңдар. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойдамын.
Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңдар. Келесі кездескенше балалар.